Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қазақша манты жаппаның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздерге және сіздердің отбасы мүшелеріне ұнайтынына толықтай сенімдімін. Ең алдымен суға жұмыртқамызды салып, үстіне тұзды салып араластырамыз. Алдын ала өлшенген ұнымызды саламыз. Құрғақ тесті болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ ешқандай артық сұйықтық қосудың қажеті жоқ. Орысша айтқанда бізде тугой тесті болады. Илеп болғаннан кейін салафанға салып тұндырып қоямыз, бөлме температурасында, міндетті түрде. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сәбізді турап аламыз, картопты тураймыз, кейін картопымызды турап аламыз, және де болгар бұрышын турап аламыз. Барлығын осындай кубиками турап аламыз, төртбұрышты етіп. Сарымсақты үкіштің ұсақ жағынан өткіземіз, немесе чеснокодавка пайдалануыңызға болады. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Тестімізді алып, осылай ұзын қылып илеп 8 бөлікке бөлеміз. Қайтадан салафанымызға салып тұндырып қоямыз. Қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып, үстіне жуамызды саламыз. Жуа қызарғаннан кейін үстіне етті саламыз. Сәбізді саламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Бес 10 минуттай кішкене қуырамыз. Үстіне сарымсақты, болгар бұрышын және де картопымызды салып араластырамыз. Томат пастасын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, тұзын, бұрышын салып, дәміне қарата 5 минуттай қуырып, үстіне қайнап тұрған суды құйып, қақпағын жауып, бетін жауып, 20 минутта пісіреміз. 20 орташа отта пісіретін боламыз. Ол кезде біз енді тестімізді дайындаймыз. Ол үшін тестіні осылай доғынғалақ етіп 20-23 диаметрлі қылып жайып аламыз. Тестіміздің үстін және астын осылай сұйық маймен майлаймыз. Ол бір-біріне тестімізді жабысып қалмау үшін қажет. Барлық 8 бөлікті де осылай дөңгелетіп, жайып, бірінің үстіне бірін қойып қоямыз. Арада 20 минут өткеннен кейін салмамызға қайта ораламыз. Қазанның қақпағын ашып, ішіне су құйып,
қамырымызды осылай бірінен кейін бірін дәл видеодағыдай салып шығамыз. Мінекей барлық қамырымызды салдық. Енді қазанның қақпағын жауып, тағы да 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Біздің тағамымыз дайын. Үстіндегі қамырымыз пісті. Енді оны ыдысымызға түсіріп аламыз. Бірінші осылай қамырын жайып түсіріп аламыз. Кейін үстіне осылай салмамызды саламыз да ортасына қамырдың екінші жақ бөлігімен жауып қоямыз. Достар, егер сіздерге осы рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.